Biz bugün bidaydan susun жасаймыз. Оған бізге бір дәу келсе бидай керек. Мына бидай ол магазиннің бидайы. Соны қазір біз түйеміз. Ал ол мына бидайды түймесе, бидай көженің ішінде тірі болып жүреді. Әрі көжелерің дәмсіз болады. Бидайды үлкен табаққа салдыңыздар. Biz qarab o'tiribsizlar, keliga olib biday tүйiladi. Dedi ya. Magazin gördünüz mü? Pazar. Andemden usak kılpıklar düşüyordu. Ya. Endi mına bir usak kılpıklar mı onu bulay alıp koyasızlar mı? Mınanday kılpıklar bolsa öz çetine düşüyordu mını. Jel bolsa mına kılpıkları uçup ketedi mına. Däw kese bidayыңызды birinci bidayды әбден жууп аласыздар. Кептіріп, одан кейін келіге салып түйесіздер. Түйгөсөн бұны екшейсіздер. Екшегенде қозғап, одан кейін ұшырасыздар. Ұшырып болғасын жел болса ұшырасыздар далаға. Мынау қылпықтары ұшып кетеді. Дәу кесе бидайды 10 литрлік кастролды қайнап тұрған суға. Бұны да 1 сағаттай пісіресіздер. Енді арасында көбік шығып мүмкін, енді оны көбігін өздерін сита кішкентай ұсақ кепсерінен алып қоясыздар. Осындай дүние болады. Енді осыны баяу отта 1 сағат қайнатасыздар. Енді татымды қып тұз саласыздар. Осыған енді 10 литр неге деген бір жарты литр сүт құясыздар. Сүт құйғасын оған айран мөлшерін аз құйсаңыз болады. Өйткені сүт тұра бұл кисломолочное изделие, ол ашытады көжені. Сондықтан көжелеріңіз дәмді болады. Көшеге енді 10 литрге жарты литр ауылдың сүтін құясыздар, піспеген сүт. Енді бұл бір 15 минут қайнау керек. Осындай көжелерін бір 15 минут қайнатасыздар. Сонымен көже дайын болды деген сөз. Құрметті достар, бидай көжеміз суды. Енді оған бағана сүт қостық. Енді ашыған аз мөлшерде айран құясыздар бұлай. Өз суына айранды бұлай сүйіп қып араластырасыздар. Енді ашыған айранды құйдыңыздар. Бәрін араластырып, осындай суған әрі тамақ, әрі сусын қазақтың бидай көжесі болады. Астарыңыз дәмді болсын. Бұл көжеге тұзын татымды қып саласыздар. Сонда дәмді болады көжелеріңіздің. Міне енді бидай көжеңізді күйіп сіздерінде болады. Бидайдың қою сіздерге әрі тамақ болады.